Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Еркебұлан Болатов YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен өзімнің өмірімдегі жеке өзгерістерді айтатын болам. Осы уақытқа дейін мен көп еңбек еттім, көп өмірімде жетістіктерге жеттім. Өзім 20 жаста болсам да, қазір үлкен капиталға қол жеткіздім. Өзімнің арманымда спорткарлар, үй, машина, яғни барлығына мен өзімнің алған қалауыммен қол жеткіздім. Бірақ осы жету жолында көптеген психологиялық қиындықтардан өттім, өмірде сынақтардан өттім. Және де кейде жұмыс істеп жатқан смысл терять еткен моментім де болды. Мен де робот емес, мен де адам. Және де осы зат менің өмірімнен өткеннен кейін мен одан шыға алдым да, яғни психологиялық қиындықтардан, выгорание, сондай ситуациядан шыға алдым. Және де бүгінгі видеода мен қалай дұрыс мақсат қоямыз, чтобы мақсат қазір қойып, ол бізге өміріміздің соңына дейін ол мақсатты жұмыс істеу үшін. Қалай біз вообще выгорать етпеуіміз керек, қалай біз шаршамаймыз, әрқашан энергичный боламыз, қалай біз дисциплина қосылады. Осыны мақсат қою маңайында ашып айтып беретін болам. Сол үшін де видеоның соңына дейін көріңіздер. Неге десеңіздер, бұл видео өте қатты өмірлеріңізге әсер етеді. Яғни басқа да видеолар әсер етеді, бұл да әсер етеді. Яғни мен каналыма тіркеліп кетіңіздер. Құр бос уақыттарыңызды жібермей, осындай пайдалы видеоларға уақыттарыңызды арнаңыздар. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жалпы, енді мен басында айтып кеттім ғой, мен өмірімде мақсат қою өмірімнің бір бөлігі болып кетеді. Яғни әр жыл сайын жыл басталады, мақсат қоямын, мынанша килограммға жетемін, мынанша тілді үйренемін, бизнесте мынанша доходқа шығамын, мынандай машина аламын, яғни бір спорткар аламын, Porsche 911 аламын, BMW аламын, 2 этажды үй саламын деген сияқты менің өзімнің жеке мақсаттарды жыл сайын қоятынмын. Одан кейін менде әр мақсатқа жеткен сайын өмірімде бір қызық оқиға болады. Ол қандай? Ол опустошение, яғни ішімде пустота болады да. Яғни сен бір мақсат қойдың, еңбектендің, алдың оны, бір апта рахаттандың, сенде опустошение болады. Тура мысалмен айтатын болсам, менің арманымда болды да, Porsche 911 автокөлігін алу, құны 100 миллион теңге тұрады. И мен Кореядан заказ бердім, машинаны күттім, примерно бір айдан астам уақытта келді машина. Үйіме дейін доставкамен алып келді машинаны. И машинаға отырдым, айдадым сол кезде, эмоцияны алдым, өте қатты бақытты болдым. Одан бір апта өтті, 2 апта өтті. Менде уже сезім кетіп қалды, яғни голод кетіп қалды, ашық сезім кетіп қалды да. И мен түсінбеймін, енді не істеймін мен? Яғни менде ешқандай қарыз жоқ, шүкір. Ешкімнен жаңа қарыз алып алған жоқпын машинаны, кредитқа алған жоқпын, свободный ақшаға алдым. Бизнесім жүріп тұр, альхамдулилля. И дальше менде смысл терять етіп қалдым да. Яғни бір адамдарға бұл мақтану болып көрінуі мүмкін, бірақ маған зачем мақтанамын мен, егер де ол заттар менде болса, яғни маған смысл жоқ та мақтануда. Мен просто осыны көріп жатқан адамдарға өмірлерінде осыны этап болуы мүмкін, соны өтуді, қалай жеңіл өтуді айтатын болам. Одан кейін менде опустошение болады іште. И өзімді іздей бастаймын. Менде 3-4 ай Инстаграмнан да жоқ болып кеттім. Жалпы менде контент жүргізуге, жалпы жұмысқа қатты желание болмады. Жай ғана путешествовать еттім. Солай өмірімді өткіздім да. Одан кейін ойландым. Бұл қалай, неге олай болып жатыр? Проблема неде деп іздедім. Және мен оның жауабын таптым. Оның жауабы мақсатты дұрыс қоймауда екен да. Яғни банальный естілуі мүмкін, мақсат дұрыс қоймау, мақсатты фокус мақсатта емес, жаңағыдай процесте болу, нәтижеде емес, процесте болу деген бәріміз естіп жүрген сөз да. Бірақ шын өмірге келген кезде, шынымен де бұл затты біле тұра, біз оны қабылдап, өмірімізде қолдану өте қиын нәрсе екен да. Солайынша мен өмірімде қатты өзгерістер бастала бастады. Қандай? Ол когда бір компанияны, бір проектіні 10 жыл бойы, 20 жыл бойы мақсат қойып сол проектке, соған армандап, соған күн сайын жұмыс жасайтын адамдарды көрген кезде, менде іштегі өзгеріс басталды да. Не деген алар еңбекқор, Одан мен зерттеп бастадым. Қаншама миллиардерлар бар, Оларда ашық сезімі неге бітпейді оларда? Менде әлі мынау дым емес, мен тапқан ақшам. Менде ашық сезім бітіп қалды. Проблема неде? Проблема, түсінгенім, ол бір проект, яғни бір бизнес, сол бизнесті үлкен бір деңгейге дейін масштабқа шығаруға фокусты қоюда екен да, мәселе. Мысалы, қазір қаншамадан бизнес бастайын деп жатыр, немесе бизнестар бар, жүргізіп жатыр, немесе менен де мықты кәсіпкерлер көріп отыруы мүмкін. Бірақ та фокусты затқа емес, мысалы бір бизнесті алдың да, бұл бизнесті мен әлемдік деңгейде компания қыламын, Мен бұның оборотын, мысалы, күндік касса, бір күндік кассаны $100 000 шығарам, бір күндік кассаны. Яғни 56-55 миллион теңге күніне касса жасаймын. Яғни мен жылына $20-30 миллион оборот жасайтын проект құрам деген іште мақсат болу керек та. И мен осы оймен де стайды. Одан мен Америкаға кеттім,
көп оқырмандарым біледі, Америкада жүремін. И қараймын да, мен оған дейін крутоймын, Қазақстанда номер 1-мін, бәрі таниды, өз жасыма мықтымын, таниды, жаңа фотоға түседі, о, красавчик деген сөзді аламын. Одан кейін Америкада жүрген кезде мен ешкім емес екенін түсінемін да. Неге? Себебі мен жаңа Chevrolet Corvette алдым, арендаға, спорткар, иә. $2000 үш күнге 2000 төледім. Одан паркинг күніне мысалы $80-90, бір күндік паркинг $80-90. Теңгеге шыққан кезде ол примерно 40-50 мың теңге просто паркингқа, иә. Отельдер вообще жаңа күнделікті 250-300 мың теңге. И осындай үлкен қымбат жерде адамдар өмір сүреді, ол жерде яхта алады, ол жерде 30-40 миллион долларға үйлер, пентхаустар сатып алады, иә, виллалар сатып алады. Мен соны көремін де айтамын ғой, неге мен тойдым деп ойладым деп жүремін. И одан кейін мен зерттеймін, яғни оны жаңа яхталарды, үй сатып алатын адамдар оны сатып алуға тырыспады. И оларға ол зат қызық емес та көбісіне. Ол жай ғана бизнесін істей берді, фокусы тек қана бизнеста, таңертең кешкен жұмыста, бүкіл өмірін жұмысқа арнайды. Ал жаңағы машина, үй, ол оның жай ғана сдачасын алынатын зат та. Яғни оның жай ғана эмоция, бір моменттік эмоция, киім алған сияқты алып, просто қойып қоятын дүниелер екенін мен түсінемін. Одан кейін түсіндім ғой, вот Еркебұлан, сенің ошибкаң ол үлкен мақсат қоймау, белгілі бір бизнеста и оны әлемге шығару масштабын ойланбау. Осы менің қателігім, осы зат маған энергия бермеді деп ойладым. И соның қалауымен мен жаңа Қазақстанда да сондай жігіттерді кездестіріп бастадым, иә. И қазіргі таңда мен өзімнің үлкен проектімді құрып жатырмын да, который әлемге, который СНГ, одан кейін әлемге масштабқа шығатын проектімді қазір құрып жатырмын. Және менде қазір шаршау деген жоқ. Күнделікті нон-стоп жұмыс, ешқандай эмоция жоқ, ешқандай ожидание жоқ. Жай ғана жұмысқа фокус қою. Яғни связкаға фокус қою. Ал оны істей бересің. Жаңа дүниелер, жаңа Bugatti болсын, қымбат машиналар болсын, ол жай ғана побочный продуктысы да сенің әрекетіңнің. Яғни мен соны түсіндім. Егер де сіз қазір кәсіп жолында жүрсеңіз, иә, енді бастап жатсаңыз, ойлауыңыз мүмкін да. Еркебұлан, сен өзің жаңа машиналарды алдың, ана заттарды алдың. Және де сен сол жолды өткеннен кейін біз соны өтіп алайық, потом біз жаңағыдай ойланамыз деп көбінір ойлауы мүмкін да. Бірақ мен сіздерге айтайын, менің жасым 23 болса да, мен көп нәтижеге жетпедім. Осының кесірінен мен соны түсіндім да. Яғни мен фокусымды заттарға қойып, иә, какой-то понттарға қойып, какой-то болмайтын заттарға энергиямды құртып, мен бір проектті масштабировать ететін проекттарды мен жіберіп алдым қаншама. Түсіндіре алдым ғой. А мен ойландым да, мен егер өзімнің үлкен бизнес әлемінде өзімнің үлкен орнымды алғанын қаласам, әлемге әсер еткенімді қаласам, жақсы жағынан көп ақшам болған қаласам, менің фокусым тек қана жұмыста, тек қана бір проектіні масштабировать етуде. Енді түсіндіріп берейін, бір проектті масштабировать ету не үшін тиімді, эффективді екен. Біріншіден, мысалы сіз қараңыз, еңбек еттіңіз да, сіз көп еңбек еттіңіз, қиналып, тауып, машина сатып алдыңыз, иә. Потом сізде желіңіз шығады да, сіз шаршайсыз, қайта энергияңызды көтеруіңіз керек болады, и қайттан бастайсыз нөлден, ше. Ал егер де сіз күнделікті аз әрекетпен масштабировать ететін проектке фокус қойсаңыз, сізде мысалы қараңыз, бүгінгі әрекет +1, ертең +2, 3, 4, 5, анау кірпіш қалағандай өзі кете береді. Бір жылдан кейін пахат етіп, машина алып, еңбектеніп, иә. Потом деп желі шығып отқан адамнан қарағанда, бір адам, который өзінің жұмысын масштабировать етеді, ол бүйтіп асықпай кетеді, жарыспайды ол. Кете береді. Бір жылдан кейін анау қай жақта, бір жылдан кейін анау қай жақта. Мүмкін может, бір жылдан кейін одан мықты болуы мүмкін. Бірақ 5 жылмен қарайғы, 5 жылдан кейін әлі дүниенің артынан қуып жүреді. Яғни әлі күнге оның мақсаттары кішкентай да. А мынау уже проектісі жаңағыдай үлкен миллиондаған, миллиардтаған обороттарға шығып кетеді да. Потому что оның бүгінгі әрекеті ертеңгі әрекетіне көмектеседі. Ертеңгі әрекеті оның болашағына әсер етеді да. Сол үшін де айналысатын болсаңыздар, әрқашан масштабировать ететін Қазақстан ғана емес, әлемге, целом қазір как минимум СНГ-ға шыға алатын проекттермен айналысуларыңыз керек. Және де сіздің бүгінгі әрекетіңіз ертеңгі әрекетіңізге әсер ету керек. Яғни осы бойынша мен мықты сөз бар да, бастайтын істі тастама, тастайтын ішті ешқашан бастама. Яғни сіздерге бір бизнес бастайын деп жатсаңыздар, тастап кету идеясы болса сіздерде, 10 жылдан кейін айналыспайтын болсаңыздар, лучше бастамай қойыңыздар. Ал егер де бір идея болса сізде, ол 10 жылдан кейін де 20 жылдан кейін ол іспен айналысам десеңіздер, тогда оны бастаңыздар. Және де қарамаңыздар конкурентке, басқаға. Бастаңыздар да күнделікті сол проектпен жұмыс істеңіздер. Сол кезде сіздерде 100% нәтиже болады. Мен оған 100% уверенмін да. Сол үшін достар, осы затты егер сіздер қазір алып алсаңыздар, сіздер мен озып кетесіздер. Менің жас жігіттер болсаңыздар, иә. Немесе нәтижені менен тезірек аласыздар. Потому что сіздердің бүкіл фокустарыңыз, ақшаларыңыз тек қана бизнесқа реинвестировать етіледі, тек қана бүгінгі әрекетіңіз ертеңгі әрекетке үлкен масштабқа айналып кететін болады. Сол үшін де осы советті күнделікті тыңдап, миларыңыз қақтап алсаңыздар, өте пайдалы болады.
жалпы осындай душевный, өзімнің өмірімде болып жатқан этаптарды айтатын философиялық әңгімелерім егер ұнаса, онда менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Осы видеоны достарыңызға жіберіп қойыңыздар және де комментарийға өз ойыңызды жаза кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.